Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айгерім, және де бүгінгі біз үкімет тарап ретінде бүгінгі палатаны қарастырайық. Бұл палата балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуі үшін ата-анасының келісімі талап етілуі тиіс деп есептейді. Жалпы дефиницияға көшсек, бізде әлеуметтік желілер не? Ол адамдарға онлайн қарым-қатынасты орнатуға, немесе жаңалықты қарауға көмектесетін қазіргі таңдағы өте ауқымды платформалар. Мысалы, оның ішіне Instagram, TikTok, осындай платформалар кіреді, Facebook бар, ВКонтакте. Және тағы айта кететін нәрсе, әлеуметтік желілер ол сонымен қатар буллинг, киберқорқыту және өз-өзіне деген сенімсіздікке апаратын токсикалық орта деп есептейміз. Келесі ол бізде ата-анасының келісімі қалай талап етіледі деген сұрақ қойылмас үшін алаңда жауап берейік бірден. Қалай келісім болады? Мысалы, бала әлеуметтік желілерге тіркелген кезде ол біріншіден өзінің даналарын жылап, сонымен қатар ата-анасының иіні, аты-жөні соның бәрі талап етілуі тиіс, және ата-ананың нөмірі жазылған кезде сол ата-анаға сол нөмерге не келеді, сообщение келеді, және сол арқылы ол подтвердить ету керек, яғни Face ID арқылы осылай келісім талап етіледі. Сонымен қатар бізде балалар туралы айта кетейік. Бала ол бізде заң және қоғам тарапынан ерекше қорғауды қажет ететін физикалық және психологиялық тұрғыдан әлі жетілмеген тұлғалар. Және біз оларды 14 жасқа толмаған әрбір адам деп аламыз. Енді аргументтерге көшейін. Бірінші аргументіміз ол балалардың психикалық денсаулығын қорғау. Біз білеміз, қазіргі таңда әлеуметтік желілерде көптеген негативті контент бар, және ол ешқалай шектелмей. Яғни, мысалы, өмірде мысал келтірсек, 2016 жылы және 2017 жылы синий кит деген ойын өте таралған болатын жасөспірімдер арасында. Және сол ойында олар әртүрлі нәрселерді орындап, кейін осы ойын суицидқа алып келген болатын. Және нәтижесінде тек Ресейді қарастырса, Новая газета деген газетадан алынған мәлімет бойынша Ресейде 130-ға жуық жасөспірімнің өлімі болды сол синий кит ойынынан. Яғни бұл жерде қалай? Бала әлі айтып кеткендей психология тұрғыдан толықтай дамымаған тұлға болғандықтан, ол үшін әрбір негативті контент қатты әсер етеді, және ол оны дұрыс бақылай алмайды. Сол мәселе туындап тұрды. Тағы айта кететін нәрсе, екінші аргументке көшсек, ол жасанды контентпен және қауіп-қатерден сақтау. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде үлкен адам болсын, балаларда болсын, әртүрлі контенттерді жасап жатыр. Соның ішінде брейн рот деген қазіргі таңда қатты тарап кеткен әзіл күлкі деп айтуға болады. Ол жерде итальяндық тілінде көптеген дінді мазақтайтын, соғысты қолдайтын көптеген әзіл күлкілер таралып жатыр. Және балалар оларды әзіл күлкі деп ойлайды және соны қайталап жүр. Бірақ өздерінің не айтып жатқанын толықтай түсінбей жүрген тұлғалар болып келеді. Яғни бұл жерде бұл негативті контент қатты оларға әсер етіп жатыр. Және олар үшін бұл бала өзі не айтып жатқанын түсінбегендіктен осындай іс-әрекетке барып жатыр. Жалпы мен өз сөзімді бірден деген дефиниция ескім келіп кішкене. Жалпы сіздердің айтуы бойынша, жалпы бізде балалар 14 жасқа, жалпы 14 жастан кішілерді балаларды есептелмейміз. Бірақ мен ойымша ол өте қате ұғым, яғни тіпті заңды құжаттарда бізде деген балалар деген ұғым, яғни кәмелет жасқа толмаған, яғни 18-ге толмаған адамдардың барлығы бізде негізі ата-ананың ешқандай жауапкершілігінде, яғни қарапайым балалар болса болады. Және де деген сіздердің енді бұл жерде менің көтерейін деп жатқан мәселем, бұл біздегі осы ата-аналардың келісімі да, мысалы ата-ана келісім береді, бізге келісім немесе бермейді, бізде екі шешім бар да.
осы сіз айтып тұрған бір бүкіл үлкен проблемалар бар да, ата анасы алады да бізде деген сол проблемаға мысалы бір точнее тіркелуге рұқсатын береді, бірақ та ол проблемаға еш әрекет ете алмайды. Яғни деген мысалы ол тіркеліп те осы проблемамен кездесуі мүмкін. Жаңағы айтқан психологиялық контентті түсінбеу, негативный контент, барлығымен балалар бізде ешқашан қорғалмаған толығымен да. Енді біз нені ұсынамыз? Жалпы ең алғашында біз айту керекпіз, және сенім туралы бірінші аргументім, енді сенім туралы сенімге тоқталу керекпіз. Және енді жалпы ата-ана мен бала екеуі деген дұрыс қарым-қатынаста болу керек. Мысалы қарапайым бір ситуацияны келістірейік, талдап кетейік. Бала енді жас болғандықтан ол өзінің қалағанын істеткісі келеді да. Қарапайым мысалы деген мультфильм көргісі келсе, мультфильм көр деп сұрайды. Қарапайым тап сондай жағдайға елестетейік. Мысалы әлеуметтік желі TikTokқа тіркелгісі келді. Неге тіркелгісі келді? Себебі басқа адамдар мысалы тіркелген болады, басқа балалар тіркелген болады, бәлкім ол қызық болады, бәлкім бір рекламадан көрген болар, бәлкім осы TikToктың қызық екендігін көрген болар. Сол себепті ол тіркелгісі келеді, ата-анасы оған рұқсат бермейді. Сол себепті біз қандай нәтиже аламыз? Ол бала жылайды, не істейді, ол үлкен проблемаға алып келуі мүмкін, психологиялық проблемаға алып келуі мүмкін. Жаңағы айтқан сіздер мысалы сенен кеттің, суицидке алып келді деп айттыңыздар ғой. Тап сондай мысалы мәселе тек басқа бір жақтан пайда болуы мүмкін да. Яғни қарапайым деген балаларымыз деген өз дегеніне жете алмағандықтан бір депрессияға түсіп осы суицидке әкелуі мүмкін болды. Келесі бізде айтатын нәрсе ол жалпы осы желіде болып жатқан контенттердің деген ата-аналармен шешіммен ғана шектеу ғана емес, ол жалпы түгелімен реттеу. Яғни қарапайым біз түсінуіміз керек. Қазіргі кезде деген контенттер жаңа сіз айтқан бізде контенттері, яғни видеолары бізде тек қана жас балаларға ғана емес, бүкіл бір қоғамдарға, тіпті мысалы Италия мемлекетінің өзінен басқармасындағы адамдарға мысалы барып жатқан және де оның алдын алып жатыр. Тап осылай біз мысалы қарапайым жаман контенттеріміз бар, жақсы контенттеріміз бар. Оларда біз балаларды ешқашан оларды толығымен қорғай алмаймыз. Біз тек оларға үйрете аламыз да. Осындай түсіндіру керекпіз. Оларға мысалы осындай жақсы контенттің барын, немесе жаман контенттің барын. Ол қарапайым ата-ана деген шектеу бергеннен керісінше бала да ол деген осы былайша айтқанда шектеуді аттап өткісі келеді. Себебі ол қызығады, себебі ол болмайды, запрещенный нәрсе, ал запрещенный нәрсенің барлығы адамды деген былайша айтқанда психологиялық тұрғыдан тартады. Сол себепті менің ойымша біз альтернатива ұсынуымыз керек. Қарапайым мысалы мектеп жерлерінде немесе жалпы отбасы тәрбиесінде осы контентті былайша айтқанда деген дұрыс фильтровать етуді үйретуіміз қажет деп ойлаймын. Жақсы, қайырлы күн, құрметті дебатқа қатысушылар. Енді мен бірден өзімнің қарсылықтан бастан өтті сөзімді, себебі бұл жерде мына тарап біздерге айтып тұр, негізінде сіздер дефинициясын дұрыс ашқан жоқсыздар. Не себепті? Себебі 18 жасқа дейін ол кәмелет жасқа толмаған балалар, себебі олардың барлығы ата-аналардың қарамағында болады деп. Бірақ дегенмен біздер бұл жерде әлеуметтік желілер жайында айтып жатқасын, біздер 14 жасқа дейін бір өзіндік шектеу қойған болатынбыз. Бұл жерде себебі біз ата-аналардың міндетті түрде рұқсаты арқылы олардың бір әлеуметтік желілерге кірер алдында белгілі бір контрольдан өту жайында айтқан болатынбыз. Бұл жерде біз балалардың тікелей тек қана толықтай әлеуметтік желілерді мүлдем қарамайсыңдар деген шектеу қойып тұрмаймыз. Бұл жерде біздер ата-аналардың рұқсаты арқылы, мысалы ата-ана бұл жерде уже рұқсатын бергеннен кейін мысалға ол өзінің регистрациясын өтеді. Сол жерде балаларды біз не істейміз? Міндетті түрде контроль жасап отырамыз. Мысалы тиісінше ата-ана уже қандай оның контентті қабылдап жатырғанын, немесе поисктарында қандай дүниелер іздеген жайында ата-анасы уже біліп отырады. Себебі қазіргі уақытта көптеген бағдарламалар бар да, мысалға баланың қаншалықты бұл сәтте немесе ойындарда қанша уақыт өткізгені, мысалы соған байланысты біз уже көре аламыз да, мысалы балалардың қаншалықты өз уақытын тиімді өткізіп жүр. Тиісінше ол деген сол жаңа әлеуметтік желіде көбірек отыратын болса, оның уақыты тиімсіз өтіп жатқан ата-ана бірден көріп отырады да, оған өзінің шектеуін қоя алады да. Тиісінше бала уже бір поисқа бір нәрсе жазбастан бұрын ол уже біліп отырады, мен ата-анам бәрібір көріп отыр, сондықтан мен ондай нәрселерді іздемеймін деген секілді. Қарапайым мысалға қазіргі бізді байланыстырып жатырған мысалы Каспийді алатын болсақ та, өзі мысалға ата-ананың рұқсаты арқылы
бір белгілі дүкендерден сатып алған нәрселері, біреуден келген переводтардың барлығы да ол тікелей ата-анасына да келіп отырады. Сондықтан уже ата-ана көріп отырғасын баладан келесі күні сұрай алады. А егер де біз без контролі жіберетін болсақ, балалардың уже қалай өз бетінде кеткеннен кейін ол уже жағымсыз ақпараттарды көбірек қабылдап бастайды да. Бұл жерде енді біздер баланы іздеуіне ешқандай шектеу қоймау керекпіз, бірақ соның ішінде 14 жасқа дейінгі балаларды қатаң түрде қадағалауымыз қажет деген болатын мен бірінші спикер. Енді бұл жерде біздер қосымша жаңа сенитив ойындардан айтқан болатынбыз, қанша суицидке алып келген осындай мәселе қайталанбас үшін біз осындай әрекеттер жасауымыз керек. Сонымен қатар осы Америка құрама штаттарында жаңа Instagram, Facebook деген әлеуметтік желілерден өз балаларын қорғап қалу мақсатында Google өзінің бір қадам жасаған болады. Ол мента бағдарламасын ойлап тауып балалардың жалпы жұмыс тануына өзіндік еркіндік берген болатын, бірақ ол бұл жерде өзіндік бір шектеулерімен оның барлығын осы 41 штат қолдаған. Енді тағы айта кететін жай, ата-аналар балалардың жалпы біліміне, олардың уақытына толықтай қатысты болып келеді. Сондықтан да біздер бұл жерде егер де осы әлеуметтік желілер қазіргі уақытта өзіндік проблема болып жатырғасын, сонымен қатар әртүрлі мысалы қажет емес трендтердің балалар соның барлығына әуес болып кетуіне байланысты біздер егер де осы шектеулерді қоятын болсақ, ол біздердегі жаңағы буллингтің өзінің мысалға психологиялық мысалға ауытқулардың басталуын толықтай қорғап қалуға тоқтата алады деген ойымыз бар. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Жақсы, қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Жалпы бүгінгі осы қарар бойынша жалпы сіздер алған осы бала, яғни 14 жасқа дейінгі бала деп алыңыздар, 14 жасқа дейінгі жалпы оларға сіздер алдыңызда түгелдей қарсылық қою, яғни әлеуметтік желіде, яғни оларды бақылап отыру, сүзгіден өткізіп отыру деген секілді. Жалпы біздің тарапымызша бұл ата-ана бұның барлығына тікелей қарсы мүлдем шара қолданбай, тек ата-ана біріншіден балаға оны сүзгі жасауды өзі үйрету керек. Жалпы қазіргі таңдағы балалардың психологиясына қарайтын болсақ, оларға қандай қарсы жауап бересіз, олар оны қайтадан жасауға тырысып тұрады. Жалпы көп балалардың барша көпшілігі деуге де болады. Және осы қазіргі таңда балалардың әлеуметтік желіні міндетті түрде қолдануы, тіпті 10 баланың 9-ы қазіргі таңда әлеуметтік желіге кіріп отыр, барлық социал сеттің барлығына деуге болады. Ал олардың сіз тежеп жаңа қатарынан қалдырып, яғни тежейтін болсаңыз, ол балада бірден кері сізге қарсы реакция білдіруі мүмкін. Сол себепті балаға сіз біріншіден бірден, яғни қарсылық қоймай, оған сүзгіден өткізу, қай нәрсені жаман, қай нәрсені жақсы екенін балаға бірінші өзіңіз үйретіп жіберуіңіз керек. Яғни бала өзі сүзгіден өткізе алуы керек. Сөйтіп бала өзі сүзгіден өткізе алған жақсы, жаман дүниелерді ол ары қарай өзінің келешек болашағына жақсы нәрсеге пайдалануы мүмкін. Және де жаңа сіз айтып өткен балалардың қазіргі таңда басқа әлеуметтік желілермен немесе дүкендерге барғанда каспиймен төлем жасау арқылы бұл балалардың ата-анасына келіп тұрады деген секілді. Ал бұл балалар көбінесе дүкенде жүргенде немесе сыртта жүргенде олар бірден ата-анасының қасында жүріп, жанында басқа жеткіншектермен немесе басқа бір жасөспірім балалармен жүруі мүмкін. Солар арқылы да олар керек нәрсесін алуы мүмкін. Бұл жерде ешқандай көмегі болмай қалуы мүмкін деген секілді. Және де бұл қазіргі таңда көп ата-аналардан байқайтынымыз балаларға, яғни балаларға шектеу қоюын қояды, но бірақ жаңағыдай жиындарда, орталықтарда балалардың өзінің мазасын алмау үшін олар телефондарын бере салады. Баланың өзінің телефоны болмаса да ата-ана өзінің телефонын бере салады. Ал бала өзі сол ата-анасының телефоны арқылы кіріп, жаңағы біз ата-ана шектеу қойып жатқан нәрселер ол одан басқа жақтан қарап тамашалауы мүмкін деген секілді. Ең басты бұл жерде біздің қарау керек нәрсеміз балаға, яғни фильтрді өзіміз үйретуіміз керек. Бірден шектеу қойып тастамай, жалпы ақпарат ағымынан тыс қалдырмай, баланы заманға сай ақпарат жылдамдығымен бірге дамытып отыру керек деп ойлаймын. Жалпы мен өзімнің сараптамамды жасасам, бізде деген үкімет шығып өзінің деген бізде дефинициясын ұсынады. Жалпы ол дефинициясында өзінің жалпы осы әлеуметтік желіге тіркелген кездегі өзінің бір жүйесін құрастырады. Яғни мысалы 30 жасқа дейінгі жас балалар ешқанда Face ID-мен ата-аналарының данныйларын жазып арқылы ғана әлеуметтік желіге кіреді деген ой ұсынған болатын. Және де келесінде олар өздерінің аргументтерін ұсынды. Яғни
қарапайым негативті контенттің зараттары, мысалы қарапайым синий кит, игноршылуға синий кит және ол суицидке алып келді деген өзінің аргументтерін ұсынды. Және келесі аргумент олар жасанды контекст, яғни brain rot, жалпы қазіргі кездегі жасанды интеллектпен жасалған brain rot мемдарын көрсеткен болатын. Жалпы енді келесіде бізде оппозицияда шықтықта негізінен оның аргументтеріне контраргументтер ұсынған болатынбыз. Қарапайым жаңағы олардың айтып кеткен негативті басқа да салдарын жоққа шығару, тіпті осы контрольмен де жоққа шығару мүмкін емес деген айтып кеткен болатынбыз. Яғни қарапайым керісінше біз деген балаларды шектесек, яғни ол да үлкен мәселелерге алып келуі мүмкін. Қарапайым телефонда мысалы TikTok желісіне кіргізбедік, ананы не істетпедік, доступ бермедік деген секілді нәрселер баланың өзі психологиялық жағдайына әсер етеді. Және де көптеген истерика істеу, және де ата-ана былайша айтқанда өзі рұқсат бере салуы мүмкін деген ой ұсынған болатынбыз. Жалпы оның келесі бізде деген жасанды контекстте тап солай. Және де өзіміздің аргументтерімізді ұсынып кеткен болатынбыз. Және де ол бізде негізгі аргументтеріміз сенім туралы құрылған болатын. Яғни сенім ол жалпы бала мен ата-ана арасында бізде сенім болу керек. Яғни ол тек қана мысалы деген контрольмен, яғни қысыммен жүрмеу тиіс. Керісінше бала деген ата-анамен байланыс ата-ана баламен байланыс орнатып оған барлығын үйрету керек, сүзгілеу керек. Оған негізі ешқандай қысым түрінде емес, жалпы сөйлесу немесе деген өмірдің деген жақсы жаманын деген айырып көрсету керек деген ой ұсынған болатынбыз. Енді келесі бізде үкіметтің екінші спикер шығарда жаңағы өздерінің деген құрған дефинициясын, яғни өздерінің құрған құрылымын одан тереңірек ашып кеткен болатын. Яғни ол мысалы деген Америкадағы пайда болған Google Meta деген бізде платформасын ұсынған болатын. Яғни қарапайым осы мета платформасы, яғни шектеулі бір платформа балаларға арналған. Осыны былайша айтқанда 40-қа жуық штат қолдағандығын айтқан болатын. Бірақ менің деген келесі екінші оппозиция спикері шықты да, яғни осы жалпы балалардың шектеу, яғни осы контрольда ұстаудың зиян зараттарын барлығын түбегейлі айтып кеткен болатын. Яғни керісінше мысалы деген балаларды контрольда ұстау керек, балалармен байланыс орнату керек, балаларды үйрету керек, және де осы балалардың қазіргі кездегі интернетке ешқандай қолжетімділігін пайдаланып, оларды дамытуға итермелеу керек деген ой ұсынған болатын. Және де ол тағы да бізде мысалы шектеу қойған сайын бізде бала осы шектеуді аттап өтуге көбірек тырысады. Яғни қарапайым өз телефонда мысалы шектеу қойылатын болса, ата-анасы телефоннан қарап деген секілді, немесе Каспи желісінде төлемақыларды көрмес үшін ол басқа бір арқылы төлемақы жасау мүмкін деген секілді. Яғни осы бір шектеулерді аттап өту процесін көрсеткен болатын. Және де осы біздің деген жалынды қарсылықтар мен аргументтеріміз арқасында біз жеңіске жеттік деп ойлаймын. Өз сөзімді қарсылықтан бастағым келеді. Сізден бері шектеу туралы айтып жатырсыз. Шектеу жаңағы жаман салдарға алып келуі мүмкін. Алайда сіздің жаңағы жасап жатқан іс-әрекеттеріңіз де шектеуге жатады. Яғни оқушыға мысалы балаға мынау жақсы контент, мынау жаман контент, сен жаман контентті қарама деп түсіндіре берсең де бұл да шектеу қою деп айтуға болады. Сондықтан сіздің айтып жатқаныңыз шектеу. Және біздің ойымызша осы келтіріп жатқан екі аргументіміз сенім және балаларға жақсы және жаман контентті бар деп түсіндіру, яғни тәрбие. Екеуі де құлайды. Неге? Себебі қаншалықты балаға осылай айта берсек, мынау жақсы контент, мынау жаман контент, сен оған жолама деп, оған бәрібір қызық бола береді. Себебі 14 жасқа толған балаға ол жаңағы әлемде үлкен, интернетте нәрселер көп, оған өте қызық. Сондықтан телефон ол бізде мысалы көбісі телефон арқылы қарайды да, сол контентті әлеуметтік желілерде. Телефон кішкентай затты тығылып қарауға болады. Ата-ана білмей етіп бәрібір сол жаман контентке жолығуы мүмкін. Қаншалықты яғни сенім болса да, ата-ана жаңа орысша айтады ғой, доверяй, но проверяй деген сияқты. Ол дәл өзі бұл жерде сенім және сіздің тәрбие деген аргументтеріңіз осы қасықпен құлайды деген ойдамын. Енді сараптамаға көшсек, бізде үкімет тарапы, яғни мен бірінші спикер ретінде шығып, толықтай дефиницияны ашам, әрбір сөзге тоқталып, сонымен қатар бізде ата-ананың келісімі қалай талап етілетін екен, осы маңызды нәрсеге де жаңағы соны да айтып кеткен болатынмын. Әлеуметтік желі деген бәрін ашып, екі аргумент келтірдім. Яғни ол балалардың психикалық денсаулығын қорғау және жасанды контентпен қауіп-қатерден сақтау деген екі аргумент. Және толықтай оны brain rot пен
синдикат туралы осы әлеуметтік желілер деген нәрселермен оны дәлелдеп кеткен болатынмын. Бізде оппозиция тарапы шығады да дефиницияға тіреледі, яғни сіздің ашып жатқан дефиницияларыңыз дұрыс емес деген сияқты, айда кейін соны қайтып екінші спикерім ақтап алады деп айтуға болады. Оппозиция тарапы бізде екі аргументпен ойнайды, ол сенім және тәрбие, және олардың айтып жатқан екі аргументі өмірден мысалдармен, нақты мысалмен немесе статистикалық дерекпен, қанша мысалы адам содан зардап шекті немесе қалай әсер етті, қалай әсер етті деген сұрақтар алаңда қалып қойды. Олардың айтқан мысалдары жалпы өте релевантты емес деп айтуға болады. Сонымен қатар олар өздері біздің шектеу дегенге шектеу жаман нәрселерге алып келуі мүмкін, алайда олардың жасап жатқан механизмдері де шектеуге жатады және олар толықтай өздеріне қарсы шығып отыр деген ойдамын. Енді біздің екі аргумент алаңы дәл өзі солай қалып қойды. Жай ғана мүмкін мысалды Каспий деген мысалды оппозиция тарапы қуатты деп айтуға болады, алайда басқа аргументтер мен мысалдар толықтай алаңда қалып қойды деген ойдамын. Жалпы ойын орташа деңгейде өтті. Назарларыңызға